Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомда әріптестермен бірге өткізген жас мұғалімдерге арналған сабақ үстінде қолданылатын әдіс-тәсілдер туралы болады. Ең бірінші, ұстаздарымызды өзіміздің отырысымызға шақырған кезде осындай қадамдар басу арқылы бірнеше қарапайым сұрақтарға жауап алған болатынбыз. Ол сұрақтар: отырыстан шығып кетпейсіз бе? Отырыста телефон қолданбайсыз ба? Бүгінгі көңіл-күйіңіз қандай? Және жақсы кері байланыс бере аласыз ба деген сұрақтар болатын. Әрине, мұғалімдер өздерінің оңтайлы жауаптарын бере білді. Одан кейін отырысымыздың тақырыбы және мақсатын айтқан болатынбыз, және миға шабуыл ретінде немесе танысу ретінде әріптесім шырпыдан мұғалімдердің лақап аты немесе өзінің толық атын қалай алты шырпыдан құру керек екендігін мұғалімнің өзінің жұмысына берді. Әр мұғалім өзінің креативті ойлау арқылы сол алты шырпыдан өздерінің лақап аттарын және толық аттарын бір өзінің шебер ойлауымен құрап шықты. Одан кейін мұғалімдерге сөзден сөз құра деген әдіс көрсетілді. Бұл жерде мұғалімдерге 45 немесе 24 әріптен тұратын сөздер берілді, және мұғалімдер ол әріптерден тиісінше қажетті сөздерді құрап шығады. Келесі әдіс circle it деп аталады. Қазақша аударғанда оны дөңгелету. Бұл жерде мұғалім өтілген тақырыпқа байланысты бірнеше сөздерді оқушыларға береді. Мына жерде де мұғалімдерге бірнеше сөз берілді, және сол сөздің мұғалім мағынасын оқиды. Ал оқушылар немесе мына жерде отырған мұғалімдер мағынасына қарай сөзді тауып дөңгелету қажет. Келесі әдіс бұл картинадан, яғни суреттен сөйлем құра. Бұл жерде QR код арқылы мұғалімдерге жұмыс берілді. Осы QR код арқылы мәтін ашылады. Мәтіннің ар жағында текст емес, текстке байланысты суреттер ғана беріледі. Сол суреттер бойынша бір әңгіме құру керек, яғни ол әңгіме оқушылардың сол бір тарауда өткен тақырыптарына байланысты болады. Одан кейін келесі әдісті әріптесім көрсеткен болатын. Бұл әдістің аты жүгірме диктант деп аталады. Тақтаға екі топқа арналған тапсырма ілініп тұрады, яғни ол тапсырманы мұғалімдер жазып отырған мұғалімге қанша сөзді жаттап айта алады, сонша жаттап айтып шығады. Одан кейін оны мұғалім барлық уақыт аяқталғаннан кейін сол мәтінді оқып шығады, яғни оны бір мәтін құрастыру қажет болады, жаңағы жазған сөздерді байланыстырып. Одан кейінгі әдіс сағат тос деп аталады. Бұл менің әріптесімнің мұғалімдерге түсіндіріп жатқан сәті. Сағат тостың әрбір тілдеріне мұғалімдер өзіне бос мұғалімдерді қасына алып, соған байланысты тапсырмалар орындалады. Бұны оқушыларды сабақтың үстінде дәл сондай оқушыларды қастарына алып, бірге жұмыс жасауға болады. Келесі, біз өзіміздің отырысымыз аяқтау мақсатында мұғалімдердің бойындағы қажетті емес, өзіне ұнамайтын әдеттеріне арылу үшін осындай қолдарына салфетка беріп, яғни майлық беріп, сол майлықты мейлінше бүктеп, сол өзінің жаман әдеттерінен арылу үшін жасаған болатын. Бұл жұмыс өте қызықты болды, және жас мұғалімдерімізге көрсеткен әдіс-тәсілдерімізде пайдалы болды деген сенімдеміз. Баршаңызға осындай әдіс-тәсілдерді сабақтарыңызға пайдалансын деген ниетпен YouTubeға салып отырмын. Баршаңызға сәттілік тіледім. YouTube каналымда осындай керемет әдіс-тәсілдер, ойындарды жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, және өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.